Жүзім мен анар жемістердің атасы деп аталады. Қасиетті Құранда бұл жемістерді жәннаттықтардың жейтіні туралы айтылған. Ол екеуінде жемістер, құрма және анар бар. Рахман сүресі 68 аят. Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың 4 түрі бар. Уақиға сүресі 68 аят. Сондай-ақ жүзімнен бақтар және бір-біріне ұқсамайтын зәйтүн мен анар шығарамыз. Олардың жеміс салған және жемісі пісіп жетілген кезіне назар салыңдар. Әнғам сүресі 99 аят. Сәлем достар, сіздермен бірге Авиценна медициналық каналы. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны бастамас бұрын каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Анардың бұлай қасиетті Құранда бірнеше жерде айтылуы да тегіннен тегін емес. Бүгінгі заманауи медицина анар жемісінің адам ағзасына тигізетін пайдасын орасан зор екенін дәлелдеді. Бүгін анар жемісінің сол артықшылықтарын атап өтпекпіз. Анар асқазан жемісін жақсартуға көмектеседі. Бұл туралы сахаба Әли, Алла оған разы болсын, анар жемісін жеңдер, себебі ол асқазанды тазартады деген. Ол үшін анардың өзін ғана емес, сыртындағы қабығын да пайдалану керек. Анар қабығын ішіндегі ағынан ажыратып, шүберектің үстіне жайып құрғатып қоямыз. Кепкен қабықты үгітіп, күніне бір қасық жеп, артынан су ішсе де, немесе қабықты қайнатып, тұндырып қойып тұнбасын ішсе де болады. Бұл ішкі ағзалардағы, ішек жолдарындағы паразиттерді, құрттарды тағы басқа айдап шығады. Алайда гастрит, асқазан жарасы, тағы сол сияқты түрлі асқазан ауруларымен зардап шегетін жандардың анар шырынын қайнаған сумен араластырып пайдаланғаны жөн. Себебі шырын құрамындағы әртүрлі қышқылдар асқазан ауруларын асқындырып алуы мүмкін. Анар теріні тазартады, беттегі майды, тұрып қалған кірлерді кетіруге көмектеседі. Беттің тартылып, әжімдердің азаюына көмектеседі. Іш өткенде бір қасық үгітілген анар қабығын жеп, артынан су ішіп жіберсеңіз, Алланың қалауымен ауруыңызға шипа табасыз. Біз күніне алуан түрлі тамақтар жейміз. Соның салдарынан іште әртүрлі паразиттер пайда болады. Анар қабығы дәл осындай бактериялар мен вирустарды сыртқа қуып шығып, қанды тазалайды екен. Ал қан айналым жүйесінің дұрыс болуы біз үшін өте маңызды. Сонымен бірге, анар бауырға да таптырмас ем. Анардың құрамында темір бар. Бұл әсіресе анемиямен ауыратындарға өте пайдалы. Операциядан кейінгі кезеңде де анарды пайдалану аса пайдалы. Себебі ол иммунитетті көтеріп, денсаулықтың қалпына келуіне жәрдемдеседі. Шаршау мен әлсіздікті жойып, энергия береді. Анар қабығының ұнтағына бал қосып, оны безеу секілді жараларға, ауыздың өлуіне жақсы тез жазылады. Және осы бал қосылған ұнтақты күніне 1-2 қасық жеп тұруға да болады. Егер тісіңізді жуғанда тіс жиегінен қан ағатынын жиі байқасаңыз, анар қабығының ұнтағын тістің қызыл иегіне жағып жүріңіз. Бұл тіс жиегін қатайтып, қан ағуын тоқтатады. Анарды қатерлі ісікпен күресу үшін де қолданады. Ол ракпен зақымдаған жасушаларды қоршап алып, қалпына келтіруге көмектеседі. Анарды 2-3-4 айдан кейін түсік тастайтын әйелдер қолданса тіпті жақсы. Себебі анар Алланың қалауымен ұрықты ұстап тұруға көмектеседі екен. Анар қызу көтерген адамдарға да пайдалы. Құрамдағы С дәрумені денедегі паразиттерді жойып, қызуды басады. Сонымен бірге анарды жөтелдің созылмалы түрлеріне де ем ретінде пайдалануға болады. Бір жемісте мұнша көп пайдалы элементтің болатынына таң қала алмаймыз. Себебі жаратушы Алланың өзі оны қасиетті Құранда атаған болса, демек сөз жоқ, ол адамзатқа пайдалы болғаны. Алайда есте сақтаңыз, кез келген асты шамадан тыс көп пайдаланбай, аз-аздан жеп отыру керек. Сонда ғана оның дәрумені бойға дариды. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Мені қолдағаныңызға мың алғыс.